Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, құрметті Шапағат подкаст көрермендері. Бізде бүгін жаңа шығарылым. Бізде қонақта Арман Қуанышбаев ұстаз бізде қонақта. Қош келдіңіз, ұстаз. Қалайсыз? Қалай келдіңіз? Жақсы ма? Сізбен енді кездесеміз көп уақыттар өтті. Міне бүгін Аллах сол сәтін салып тұр. Қош келдіңіз. Атырау қалай қарсы алып отыр? Жақсы. Жақсы ма? Жылы әдемі. Бәрекелді. Енді біз мына подкастта жалпы мынандай өзіміздің рубрикамыз бар. Біз жаңағыдай Википедия дейді. Сол Википедиядан бастаймыз, яғни қай жақта тудыңыз, қай жақтың адамысыз, қайда оқыдыңыз, қысқа жаңағыдай халыққа бір мәлімет ретінде ғой. Енді халық мен туралы көп біледі ғой. Менен де көп білетін шығар. Жалпы есім Арман, әкем есімі Баймахан. Осы Түркістан қаласының маңында Кентау деген кішігірім кенші қаласы бар. Мұхтар Әуезов атамыз ол жерді Қаратау тәжі деп атап кеткен бір әсем қала. Енді әркімге өзінің туған жері дейді ғой енді. Сол жерде туып өстік, әлі күнге шейін сол жерде тұрамын. Ол жерді тастап кеткен жоқпын. Қызметім де сол жерде. Жалпы қазір сол Құран жаттау орталығы бар сол жерде. Сол бала оқытумен айналысамын жалпы. Сосын одан бөлек осылай жұрт шақырып уағызға, дін насихатына, осы діни кейде проблемаларға қатысып, шамамыз жеткенше әйтеуір дін мәселелерін халыққа реттеп, дұрыс түсіндіруге әрекет жасаймыз. Осылардың жанында тағы әйтеуір шамамыз жеткенше әлеуметтік желі жүргіземін. 6 бала шағам бар. Шүкір Аллаға. Жалпы жақсы. Осы дейсіз ғой. Қош келдіңіз. Рахмет үлкен. Енді біз бүгінгі подкастты мәне проблемалар көп негізі. Соның ішінде мына толеранттылық дейді. Кеше мен қарап отырмын. Сабыр ету деп айтамыз ба, бірақ ынсаптылық деген жақсы келеді екен. Сол туралы сөйлесек. Жалпы мұсылман, біз енді діни подкаст болғаннан кейін сол мұсылмандарға қатысты болады. Жалпы енді көпшілік толеранттылық деген сөзді жаңағыдай батыстың түсінігімен қабылдаймыз. Мен де солай қабылдаймын, сояқтың термині ма дегесін. Жалпы исламдағы төзімділік, ынсаптылық пен қазіргі қоғамдағы түсініктің айырмашылығын айтып кетсеңіз. Жақсы. Сіз қалай түсінесіз? Негізі ынсаптылық дегеніңіз өте керемет балама сөз екен. Толеранттық деген негізі өзі енді шыққан жерде қолдануы бір енді жаңа сөз болып тұр ғой. Бұрын бұны қолданылмаған, кейіншелік халық енді саяси бір пікірменен не дегісі келгенін өзі білетін шығар, әр жер өзінше қолданар. Мен ойлаймын, бұл пікірді ең бірінші қолданған адамның біреуі біздің Әл-Фараби атамыз. Әл-Фараби атамыз адамның шекарасы туралы айтқан өзінің трактаттарында былай деп айтады: менің шекарам сенің шекараң басталған жерден таусылады дейді. Яғни былай айтқанда әр адамның өзінің шекарасы бар, яғни сөйлеуге ақысы бар, қалаған ісін атқаруға ақысы бар, еркіндігі бар. Бірақ менің еркіндігім сіздің еркіндігіңіз басталатын жерден бітеді. Былай айтқанда, яғни мен сіздің өміріңізге араласпаймын, сіздің қалауыңызды түрткілемеймін деген сияқты бір атамыздың осындай керемет сөзі бар. Біздің шариғатымызда дәл осыны айтады. Енді былай айтқанда толеранттық, төзімділік деп жатамыз. Ислам пікірі бойынша бұл мынандай бір шекаралардан тұрады. Біріншіден, толеранттық бұл әрбір адамның адами құрметі дегенді білдіреді. Әрбір адам қандай да қылмыскер болсын, қандай бір жағдайда болсын, мынау латын сөзінде презумпция деп айтамыз ғой, жаңағыдай пәктік. Әрбір адамның өзінің бір пәктігі болады, белгілі бір дәрежеде. Оны қылмыскерлігі дәлелденгенге дейін. Дәл сол сияқты ислам әрбір адамды адамилық жағынан, ол қылмыскер болсын, күнәһар болсын, өзге дін өкілі болсын, ол кісінің бірінші орында адамилық құқығы бар. Сол жағынан құрметтейміз. Екінші жағында әрине бір шекараменен.
ол адамның жасаған ісі немесе айтқан сөздері белгілі бір дәрежеде еркіндікке еге болады, бірақ әйтсе де ол қоғамды бұзатын, қоғамға зиянын тигізетін, өзге адамның өміріне араласып, өзге адамды қысым дәрежесіне шейін алып баратындай болмау керек. Қазіргі кезде де көпшілігі осы толеранттық деген мағынаны осыған алып келетін шығар деп ойлаймын. Өйткені бұл айтып жатқан сөздерім пайғамбарымыздың көрсетіп кеткен сара жолынан алып отырмын. Сол үшін жалпы өз басым осы толеранттық дегенді былай айтқанда еркіндік деген, тәуелсіздік деген мағынамен түсінемін. Яғни әркімнің өзінің тәуелсіздігі бар, белгілі бір дәрежеде. Бірақ ол тәуелсіздігі екінші бір адамның тәуелсіздігін бұзуы, қоғамға бір қатты әсер етіп, қоғамды қиратуы дұрыс болып саналмайды. Мысал айтайық енді. Жас балалардың арасында өз басым, мысалы біздің шариғатымыз, бір адам күнә жасаса, сол күнәні көпшілік қоғамға алып барып жасауын жақсы көрмейді. Себебі оны жас балалар көрсе, соны іліп алып кетеді. Мысалы айтайық, біреу шылым шексе көпшілік орында, оны балалар көру мүмкін. Сол жерде көріп, бұл дұрыс екен ғой деп, сондай жаман әдетке ол да душар болады. Сол үшін біздің шариғатымыз қоғамдық орындарды барынша таза ұстауға, қоғамның өзінің жеке құрметі болатындығын түсіндіреді. Бәрекелді, үлкен рахмет. Керемет жауап деп ойлаймын. Мен бір сұрайын деп отыр едім, сіз жауап беріп тастадыңыз. Ана толеранттылық қай жерде қолдану мәселесін айтып отырмын да, мысалы мұсылман қай уақытта оны, яғни қай уақытта ұстау керек, қай уақытта ұстамау керек деген. Мен сіз Әл-Фараби атамыздың несімен жауап беріп тастадыңыз. Жалпы түсінікті, керемет. Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи енді Мединаға көшті, көп жерлерге, елдерге барды, иә. Әртүрлі дін өкілдерімен кездесті. Соның ішінде христиандар бар, яхудилер бар. Солармен қандай көзқарас болды, қандай не ұстанды, жаңағыдай техника дейміз ба, әдістерді ұстанды. Жалпы мысал айтса, Мединаға көшуі да, солармен әртүрлі сол жерде қоғамдар болды, бір үммет болды, өкілдер болды деген сияқты. Қалай ұстады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды егер біз мысалы мынау діни тұлға, біздің ислам дінінің былай айтқанда пайғамбарлығын алып келуші кісі ғой, енді Құранды жеткізген ең алғашқы Алланың сайлаған жеткізушісі ғой, енді таңдаған жеткізушісі. Ендеше сол пайғамбарымыз сол асыл дінімізді бізге көрсетуі бойынша Наджран деген жерден ол кісіге христиандар келген кезінде пайғамбарымыз Медина қаласында өзінің мешітінде қарсы алады. Біреулер мысалы қазір кезде байқайсыз ба, кейбір өлкелерде Құдай біледі, мешітке егер христиан адам кірсе қуып шығатын шығар. Кейбір халықтар оны шыдай алмай, не терпейміз дейді ғой, көтере алмай, бұны бір тасбұран қылып, Құдай сақтасын, бір сондай бір ерекше. Бірақ пайғамбарымыз соны мешітке кіргізеді бұларды. Екіншіден, міне осы мешітке кіргізді деген дәлел қазір Түркияда қолданылады. Жаңағыдегі мешітке бір белгілі бір жерге шейін кіргізеді. Есігінің алдына кіріп, жаңағы өзіңіз болған шығарсыз, Түркиядағы көне мешіттерге туристер кіре алады, бірақ андай орамалын тағады, аздап андай ашық-шашық киінбейді, бірақ қатты енді минбардың жанына шейін кіріп кетпейді, бірақ белгілі дәреже шейін кіріп суретке түсіп, тамашалай алады, көре алады. Дәл сол пайғамбарымызда сол әдісін қолданғандығы бұл. Бұлар енді андай бір жаңалық ұйымдастырып немесе мешітке құрметсіздік қылып жатқан жоқ. Пайғамбарымыз деген бұны. Наджран христиандарын, тіпті ол христиандар егер өзінің бір діни жол жоралғысын істейміз деген кезінде сол жерде өздерінің ғибадатын жасатуға рұқсат берген мешітте. Бұл бізге үлгі. Екінші нүктесі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы Мединаға алғашқы келіп, Меккеден Мединаға көшіп келгенде мұсылман қоғамын құрған кезі. Осы алғашқы мұсылман қоғамы құрылған кезінде бұл кісі Мединаның жанындағы бүкіл сол қалалық және қалаға жақын тұстардағы бүкіл сол жанындағы халықтың басшыларын жинап келіссөзге отырады. Сөйтіп айтады, әркімнің діні өзінде, бірақ қорғаныс ортақ, әділеттілік ортақ деп айтады. Осы ол кісінің келісімін енді былай бүкіл пункттерін айтудың қажеті жоқ шығар, бірақ осы үш нүктемен бітсе керек.
Осы үш нүкте бүкіл пайғамбарымыздың сол жердегі айтпақшы болған сөзі. Яғни біріншіден әркімнің діні өзінде, яғни біз мұсылмандық қабылдаймыз, сіз ол кезде жаңағы еврейлер еді, яхуди діні, сіздер сол яхуди дінін ұстана беріңіздер, яғни дін әркімдікі, ол проблема жоқ. Бірақ Мединаның қорғанысы біздікі ортақ, яғни егер жау шапса, сен де мен де қару аламын. Тағы бір нүкте, әділеттілік ортақ, бұл деген сөз. Осы Медина қаласында ұрлық, қарлық, біреудің ақысын жеу, сондай қылмыс, қоғамдық, жеке жаңа арасындағы түрлі қылмыстың түрлері болса, бұл жерде әділеттік түрде бәріміз қатысамыз. Яғни мен мұсылман, біз басым көпшілікпіз деп өзіміздің пайдамызға шешіп тастамаймыз. Немесе керісінше сіздер енді аз екенсіздер деп сіздерге кешірім де қылмаймыз. Бәлки әділеттілік орын алады деп осылай келісім қылған. Яғни біз осы жерден пайғамбарымыздың мынау әркімнің өзі толеранттық дейміз бе бүгінгі тақырып, дәл сол толеранттыққа берген шекарасы болса керек осы. Сондай әсем мысал. Ол кезде Құран өйтіп толық түскен жоқ қой мысалы, Құран толық, енді пайғамбарымызға Құран толық түсуімен пайғамбар дүниеден өтті ғой. Жоқ, сол айтайын дегенім, бұл қағидалар кәдімгі неден шыққан, адами қасиеттен шыққан қағидалар былай айтқанда, яғни бір шариғатқа не істеп тіреліп барып шығарған жоқ қой деген ғой, жаңағыдай мысалы. Жоқ, ол біз бүйтіп айтуға неміз жоқ шығар, өйткені бұны пайғамбарымыз алып келіп қойғаннан кейін бұл шариғат болып саналады. Солай түсінеміз. Егер біз жаңағыдегі кейбір нәрсені бөліп тастайтын болсақ, біз дінді толық ұстанбаған боламыз. Мысалы, бұл кейде осы мұсылманшылықтың ішінде бір топтар бар, Құранит деген топ. Ол топтар осы күмән шығарады. Құранды біз қабылдаймыз дейді, бірақ біз пайғамбардың хадисін қабылдай алмаймыз дейді. Себебі пайғамбардың хадисін адамдар жеткізді, адамдар қателесуі мүмкін, адамдар өзінің ішіндегісін қосып жіберуі мүмкін, сондықтан мынау айтылған сөз таза Мұхаммедтің сөзі емес деп, олар былай айтқанда бір дінге жанашырлық қылып бір әдемі сөз айтқандай болады да, бірақ діннің басым көпшілігі пайғамбарымыздың істеген ісімен айтқан сөз екенін өздері түбін білмейді. Соның себебінен діндері қисық. Біздің ислам дінде осы пайғамбарымыз да Құрандағы аят бойынша мә янтиқу анил хауа, ол кісі өзінің нәпсісінен сөйлемейді дегеннен кейін ол кісінің ісінің бәрі де шариғаттың үкімі болып саналады. Бопты. Мен жаңағыдай енді қарапайым адам ретінде келіп не істеп жатырғаным ғой. Дұрыс, әдемі сауал қойдыңыз. Өте керемет жауап. Онда осы тақырыпқа жаңа сіз айтып отырсыз ғой, одан кейін де жаңа Түркия туралы айтып отырсыз ғой, одан кейін де мына біздің жаңағыдай мұсылмандар билік құрған жаңа дәуірлерде, жаңа Андалусияда, Осман империясында олар қалай танытты, қалай ұстанды осы толеранттылықты? Содан бір хабар беріп жіберсеңіз. Жоғарыда айтқанымдай, негізі осы сұрақтың сіз бас жағын қойып кеттіңіз. Бұл деген сөз пайғамбарымыздың осы ісі жеке басының саясаты ма еді, жоқ әлде жалпы исламға қойған нүктесі ма деп. Бұл пайғамбарымыздың осылай толеранттық қылып келісім шарты, бұл өзінен кейінгі қойған шариғи мектепке қойылған үлесі бұл. Яғни былай айтқанда исламская юриспруденция дейміз ба, ислам заң шығару ғылымы болып қалыптасты осылайша. Сол үшін бұдан кейінгі дәуірлерде Аббасидтер, Умавидтер дәуірі, сол кездегі Византия және Парс империялармен араласып жатқан кезінде арадағы сауда қатынастары, келісім шарттар, көп келісім сөздерде тек қана соғыс емес, бәлки ішінара олардың халықтарының ішінде де христиан және өзге дін өкілдерінің тұруына рұқсат беруі тұрды. Одан бөлек кімдердің өздері, мысалы Осман халифатының кезінде де жаңағыдегі шіркеулердің әлі күнге шейін жұмыс жасап тұрған шіркеулер бар. Мысалы бұл шіркеулер Осман халифат кезінде жабылып қалмаған, керісінше олар жаңағыдегі сол Осман халифатының қорғауында болып, оларға өзінің құлшылық ғибадатын кеңінен жасауына рұқсат берілген сәттер. Дәл сол Андалузиядағы мұсылманшылық. Андалузия тіпті мәдениеттің, ғылым білімнің ортасы. 7 ғасырға созылған бұл Андалузия мемлекеті бүкіл Европаның көзін ашты десе болады тарихта. Бірақ сол Андалузияға білім оқуға христианның да ұл-қыздары,
яхуди қауымының да ұл қыздары, тіпті діні өзгеше болған адамдардың да ұл қыздары келіп университеттерге, сол кездегі білім ордаларына, сол кездегі өнер орталарына келіп өнер үйрене болар еді. Яғни Андалузия тек қана ғылым білім дегенде көп адам ойлайтын шығар, енді Францияның қызы, королінің қызы мысалы Андалузия мұсылман мемлекетінде не істеп жүр деп. Ол жерде ол барып біздің замандағыдай нұрмбарак оқып жүрген жоқ. Жаңағыдегі міндетті түрде дінге, ол діні бөлек қой. Бәлки ол жерге келгенде кәдімгі медицина оқитын, өйткені медицина мықты дамыды. Архитектура оқитын, архитектура факультеттері болды, таңғаласыз. Ол жерде басқа да осындай өнер орталары болды. Сурет тек дін емес дейсіз ғой. Сурет өнері, музыка өнері. Осының барлығын түрлі дін өкілдері келуіне рұқсат болды. Және ол жерде сол оқытылды. Сол үшін Европаның көзін ашқан деп отқаным бекер емес. Осы Андалузия Европаның көзін ашуға себепкер болған мемлекеттердің бірі. Осының бәрі яғни пайғамбарымыздың мектебі дейсіз ғой да? Иә. Сол міне толеранттықты қалай бергендігі осы мемлекеттерден білінеді. Қазіргі мына қоғамдағы дін атын жамылған төзімсіздікке қалай қарсы тұру керек? Енді жалпы халық қашан ғылым білімнен шеттейді, мәдениет төмендейді. Ғылым білімнен төмендеген сайын имандылықтан төмендейді. Ол дәл осы сөзді Әл-Фараби атамыз өзінің қалалар туралы жазылған трактатында бір керемет келтірген. Халықтардың дамуы, қай жері не болған сайын қай жері кем болады, қай жері қандай болады, керемет. Сол есіме түсіп отырған айтқан сөзіңіз. Оны не қылғаным, қазір кезде кейбір халықтар мүмкін сол имандылықты дұрыс түсінбегеннен, асыл дінімізді дұрыс үйренбегеннен, пайғамбардың тарихын білмегеннен, ислам тарихынан жетік хабар жоқ болғасын, исламның өзі бір мен исламды ұстанушымын деп өзін танығанмен, дін мәселелерінде осындай қараңғылық жасайды. Яғни өзге адамға бір жаңағыдегі қырғиқабақ болып, менікі ғана дұрыс, сенікі дұрыс емес. Ол енді бұл өмірдің нәрсесі ғой. Әркімнің өзінің пікірі өзіне дұрыс қана болады ғой. Бірақ ол деген сөз енді менің пікірім маған дұрыс, ендеше сіздің пікіріңіз абсолютті қателік деп саналмайды ғой. Біз бұған баратын тек қана надандық қой. Сол үшін көбінесе бірінші орында бұған білім керек. Жетіспейтіндігі, сол үшін ол пайғамбардың тарихын және де ислам тарихын, егер өзі соны ислам десе, онда сол ислам дұрыс оқу керек. Себебі бұл көп өзін дінге қызыққан адамның өзінің оқуы керек болған міндеттер. Мен осыны көпте айтам, жүрген жерлерінде де. Біреулер айтады, қазір діни проблемалар бар, сіз кірем ғой көп жерлерге, сіз діни түсіндірме жасаңызшы дейді. Мен сол кезде айтам, құрметті ата-аналар, мысалы енді алдымда ата-аналар отырады кейде. Қазір енді сіздерге теологтар кіріп, немесе имамдар кіріп, жаңа дін туралы түсіндіріп айтып жатыр ғой енді. Бірақ мына бір мәселені тастап кетіп жатқандай кейбіреулер, бәрі болмаса да. Ол дінді біріншіден өздеріңіз үйренулеріңіз керек. Ата-ана білу керек. Себебі бала ойлайды, менің балам мешітке бармайды, онда мен тынышпын. Өте қате. Керісінше, қазіргі кезде мешіттеріміз толық бақылауда. Мешітте жат ағым егелері ондай листовка тарқатып, қағаз тарқатып, кітаптар тарқатып, уағыз айтпайды. Ол жерде тек қана рұқсат етілген азамат барып, уағыз сабақтарын жүргізеді. Сабақтардың бәрі белгіленген, муфтият таманынан ол аттестациядан өтіп тұрады. Ол жерде өкіметтің де азаматтары келіп, сол жердің тыныш болуын қадағалайды. Былай айтқанда, мешіт қазір халықтың бүкіл қызметін 100% орындауға дайын. Ол жер кейбіреулердің ойынша қауіпті емес, керісінше ол жер қауіпсіз болып саналады. Өзінің дінін көрсетуге әбден бүкіл шарайт жаратылып қойған. Ал керісінше интернет қауіпті. Біз қазір баламыздың, қызымыздың не шұқып атқанын білмейміз. Қай жерде не түртіп атқанын білмейміз. TikTok'ты беріп қойғанбыз, YouTube'ты бәрін ашып қойғанбыз. Енді оның бәрін жауып тастап қараңғы тас дәуіріне өтпейміз ғой. Оларды бірақ
сұрақтарына ата ана жауап бере алмайды. Бала мысалы бір тиктоктан бір нәрсе көреді, діни бір нәрсені сөйтеді да жаңағыдай сұрайды, әке, ана, мына жерде мынандай хабар не қылдым десе, көңілде бөлмейді. Бала мысалы сол мәселені ендігімнен сұрайды, дәл сол тикток арқылы басқа біреулер кетеді да, ол қандай ағымға кірді, қандай жерден бірақ шығатынын білмейміз. Ертең ұлының қызының желкесінен біреу сүйреп алып келіп, мынандай құқық бұзушылық көрінді, немесе мынандай проблема табылды сізден десе, үйде отырған бала ғой дейді. Қалай бұл дейді. Ол үйде отырғанмен қазір интернетпен сіз ел кезе аласыз ғой бәр жақты. Сол үшін бірінші орында ата-ана өзі діннің негіздерін үйренуі қажет. Сонда толеранттық дейміз бе, сонда дінге деген дұрыс көзқарас туындамай, біз әрдайым осылай болады. Өйткені адам өзі білмейтін нәрсесінен біріншіден қорқады. Ал жастар керісінше білмейтін нәрсеге ұрынады. Соныменен парадокс болады, екі жақтікі. Ата-ана қашады, бала кіреді, бірақ ата-ана баланы тарта бермейді. Содан ақыры бала ата-анасынан дұрыс жол таппағаннан кейін өзі білмейді, баласын адастырады. Одан гөрі сіз өзіңіз кішігірім болса да бірнеше нүктелер үйренгеніңіз ата-ана ретінде. Екіншіден, егер мүлде уақытым жоқ, қиын десе, тым болмаса дінді қай жерден дұрыс үйренуге болатын жерін біліп қойғаныңыз дұрыс. Мысалы айтайық, менде ұлым, қызымда мысалы дейік, осындай діни сұрақтар шықты ма, қайдан табамын ол сұрақтарға жауап? Өзім білмеймін. Мен енді бір пәлен жыл оқып тастауым қажет емес қой. Не істеуім керек? Онда сол жерлерді біліп алу керек. Ол жерлер қандай жерлер? Біріншіден бүкіл облыстық мешіттердің өзінің сайттары бар. Біздің муфтияттың өзінің сайты бар. Мысалы, ол жерде колл-центр жұмыс жасайды. Тіпті 24/7 түннің бір уағында болса да, есіңізге түсіп қалған уақытта болса да, демалыс күндері, мейрам, бәрібір. Мен діни сауалым бар. Қош келіпсіз, мархамат, жауап беріледі. Яғни дәл сол сияқты уағыз тыңдағым келіп жатыр. Болды, кімдерді тыңдауға болады? Дәл сондай сұрауға болады. Міне мынандай кісілерге рұқсат берілген, ол кісілердің уағыздары кәдімгі біздің дәстүрлі жаңағы ұстануымызда, Абай атамыз сияқты, мәшһүр атамыздың жолын ұстануда. Болды, онда осы кісілерді сіз мысалы дейік, ұлыңыз қызыңыз сізден сұраса дін мәселесінде, балам, мына кісінің уағызын тыңдауға болады екен. Сен соны ішінен іздеп көр. Мына кісінің уағызынан ізде. Мысалы, мынадан болмаса анадан ізде. Мысалы, мынау жай айтады, мынау жұмсақ айтады, мынау қатты айтады, мынау тез айтады. Мынаның дауысы жуан, мынау дауысы жіңішке. Бізде қазір таңдауға болады. Сол үшін ата-ана тым болмағанда осыдан хабар болу керек. Қандай діни кітап оқуға болады? Қандай діни кітап оқуға болмайды? Мысалы, діни кітап мәселесі де сондай. Кітаптың барлық салада кітап бар. Бірақ кітап таңдаған кезде міндетті түрде сараптамадан өткен деген болу керек. Егер онсыз болды ма, онда білмеген у ішеді дейді. Немесе соқыр тауыққа бәрі жемдеп, сіз барып алып қазір базарға кіріп, немесе бір жерде пойызда ма, бір жерде кетіп бара жатып, біреу бір кітап десе, или біреудің үйіне кіріп қалдыңыз, бір әдемі көрініп қалды, аты бір енді бір карамат енді. Немесе дұғалар қасиеті деп қойған. Біз қызығатын тема ғой енді. Мынаны оқысам қазір мен енді миллионер болам, ауруым бәрін жазып кетем. Алады, ол жерде жын шайтан, ол жерде Құдай біледі не жазылған. Сондықтан немесе жаңа дегендей асыл пайғамбарымыз деуі мүмкін. Ойлайды, бір енді пайғамбар ғой, қандай керемет дейді. Ол қандай ағымның адамы жазған, не жазған ол жерде, ғылыми ма, ол басқа ма, ажыратпаймыз ғой. Соменен ұшет. Сол үшін міндетті түрде кітап ашылады, сараптамадан өтеді. Ол орыс тілін оқығыңыз келе ма, жоқ қазақ тілінде оқығыңыз келе ма, бізде қазір сараптама жұмыс жасайды. Оның бәрінде қазір өзіңіз қалағанша кітаптар бар қазір. Сол үшін жалпы айтпағым, осы толерантты, осылай қараңғылық діни сауатсыздық жасап жатқан азаматтарға бірінші орында білім керек. Ол білім, білмесеңіз, бізде білетін орындар жетерлі. Сол орындардан кетіп қалмай, өзін білерлікке салынбаңыз. Мысалы, дәрігерлерді айтады ғой, самолеченияны, өз-өзіңді емдеумен айналыспа, құртасын. Дәл сол сияқты, дінді мен өзім біліп алам деген нәрсе құртады бізді.
ұстаз, осы мына ансаптылық дейді ғой, мысалы бізде мынандай өмірде болып жатады. Мысалы бір басқа дін өкілі, христиан болсын, енді бізде көбінесе христиандарды көп көреміз ғой, олар бізге кейде болады, жаңағы орыс өзі ассалямағалейкум дейді. Жалпы бағанағыдай бұрын біз білетініміз, оған жауап беруге болмайды, там кейде не айтарың білмей қаласың бар ғой. Жалпы не айтқан жақсы, осыны қалай жауап береміз? Есіме түсіп кетіп жатыр да. Жалпы сәлем мәселесінде мен шынымен кейде қарным ашады. Кейбіреулер осы біздің ассалаумағалейкумға тиісті енді. Бұл арабтың сәлемі деп айтады. Өте қате пікір. Өте сауатсыздық. Өйткені араб өйтіп амандаспайды. Араб таңертең сабахан нур дейді. Сабахул хайр дейді. Яғни ағылшынның good evening, good morning сияқты. Біздің қайырлы түн, қайырлы таң. Сондай, осындай амандасады. Кейіншелік бұны пайғамбарымыз алып келді. Ассалаумағалейкумды. Бұл ақ пайғамбарымыздың бізге тастап кеткен өзінің бір сара жолы. Онда тұрған дым жоқ. Біздің бабаларымыз да сөйтіп амандасты. Бірақ сол амандықтың ішінде заманауи амандасуда да тұрған әбестік жоқ. Мысалы айтайық, қайырлы таң десеңіз де, немесе жаңағыдай халықтық амандасумен қалайсың десеңіз де, жаңағы қал қалай, қалың қалай, сәлем, жаңағыдай, немесе басқа да қазір жастардың амандасулары түрі көп енді, неше түрлі қылып. Бірақ мақсат бұл жерде адамның амандығын, тыныштығын білу. Бірақ шариғатымыз абзалдығын айтады. Абзалы Алланың саған амандығы мен тыныштығы болсын деп айту, әрі амандық сұрау, әрі оған тілек тілеу, яғни оған қайырлы дұға жасау болып саналады. Бұл жай ғана сәлем немесе қалың қалай деп амандасып қойсаң, оның жағдайын сұрастың ол. Одан кейін де сұраса беруге болады ғой. Ал біздің исламда сол ассалаумағалейкум деп, яғни ол кісіге оның Алланың амандығын тілеуі. Бірақ расында да шариғатымызда өзге дін өкілдеріне бұл сәлемді арнамағанды дұрыс деп айтылады. Әдеп бойынша. Бұл исламның әдебі. Сол үшін ол төмендету емес. Сол үшін әдеп бойынша бізде олай айтылмайды. Керісінше басқаша амандаса беріңіз. Жаңағыдай қайырлы күн, қалыңыз қалай, немесе амансыз ба, армысыз, бармысыз. Орыс болса привет деп, здравствуй деп. Ағылшын болса ағылшынша амандасыңыз, нихау деңіз, болмаса қазір ағайындарымыз көшіп келіп жатыр жұмысқа. Жаңағыдай тіл білсеңіз, өзіңіз білесіз, өз еркіңіз. Оларға жауап қалай береміз? Олар ассалямағалейкум деп жатса. Ассалямағалейкум деп жатса, қазақша жауап бере берсеңіз, не ағылшынша, не өзінің тілінде жауап берсеңіз де болады. Бұл жаңа халық түсінбей қалып жүрмесін, бұл төмендету немесе басқа емес, бұл біздің мұсылмандықтың әдебі. Міне мысалы мына жерде мынандай бір қосымша айтып кетуге болады. Мен бұны сол Кафирун сүресін тәпсірлегенде де айтқанмын әдейі. Біреулерде мысалы осы кәпір деген сөзді бұл айыптау деп түсінеді. Өйткені бізде өйткені қазақта қолданба сөзде бір нәрсені жиіркенсе кәпір дейді ғой. Мынау жиіркенішті деген мағынаны беріп қалған ғой. Бірақ негізінде бұл енді бабаларымыздың мұсылман болғаны үшін біреуден жиіркеніш қалып кеткендігінен ғой енді. Ал шын мәнінде кәпір бұл ислам теологиясында термин сөз. Діні өзге адам деген. Бұл пайғамбардың сөзіндей. Пайғамбарымыз айтады: мен мұсылмандыққа, исламға мұсылманмын, өзге дінге кәпірмін. Дәл сол яғни өзге дінге кәпірмін, яғни мен де кәпірмін біреуге кәпірмін. Және керісінше ол өзінің дініне мұсылман, маған кәпір дейді. Оның сөзінің мағынасын айтайын енді. Мұсылман дегені бойсынушы дегені. Яғни бір адам христиан дініне бойсынса, ол христиандағы бойсынушы. Және де мен христиан дініне мысалы сенбесем, немесе ұстанбасам дейікші енді, сену емес, ұстану дей салайық. Мен христиан дінін ұстанбасам, онда мен ислам дініне күпірлік келтірушімін. Оның мағынасы күпірлік дегені жабу, бүркеу деген сөз. Яғни сен мынаны ұстанасың ба десе, мен теріс қараймын ғой былай айтқанда. Яғни мен бүркендім, жабылдым. Яғни ол маған қызық емес бұл тақырып дегендей. Бұл деген сөз мен оны кемсітіп жатқанымнан емес, бәлки мен бұл тақырып мен үшін қызық емес деген мағынада. Енді мысал айтайық, біреулер үшін спорт қызық емес. Біреулер үшін мысалы дейік,
соны айтайын деп едім. Иә. Телефон мынау қызық, мынау Иә. қызық емес Иә, маған. иә. Мына компьютер қызық Иә, деген дәл сияқты. сондай Иә, ғой. дәл Мысалы мағынада. біреулерге отырып қалсаңыз бір көкпарды айтады. Ол енді қызығып кетсе, екінші адам дәл сол кезде ана жұрт көкпарды айтып, аузынан су құрып жатса, екіншісі телефон қойып отырады. Иә. Не болды десе, мен ол тақырыпта жоқпын, мүлде білмеймін дейді. Көкпардағы аттың шабатынын анан біреу алып тастап, біреу бірін жұлқылап жатыр, өз басын ұқпаймын дейді. Мысалы, енді нормально, мейлі, солай қабылдаймыз. Мысалы да, онда тұрған не бар, оған ол қызық емес. Дәл сол сияқты ғой. Иә, мен мысалы өз басым футбол анда-санда ойнаймын. Кезінде футболдардың бір-екі несін қарадым, танитын едім. Қазір өз басым ондай жанбаймын да, күймеймін да. Маған футбол екі қойын бұрсам ешкім тегін. Өз басымда, мысалы да, біреулер ауырып жатады ғой. Мысалы, мынандай деген команда бар, андай деген команда бар. Керемет, қолыңа қызыл жалау деймін. Жүре беріңіз. Мен өз басым мысалы футболға былай айтқанда кәпірмін. Иә, күпірлік етемін дейсіз ғой. Күпірлік етемін. Былай айтқанда ше, өйткені қызық емес маған. Дәл сол сияқты ғой енді. Мен өзімнің қызығым бар басқа. Түсіндім. Бәрекелді, керемет жауап. Өйткені кейде ойлайсың, бірақ енді ондай менде көп болып отырған жоқ. Кеше мына бір курста оқимын, орыстар береді сабақты. Міне Мәскеудің нелері ғой, орыстар. Сол сабағын ассаляму-алейкум деп бастайды. Ол бірақ мұсылман емес, жай тек ана шешендер ояқта көп қой, сол үшін жаңағы ассалауму-алейкум, салам-алейкум, ребят деп бастайды. Сол не деп айтатынын білмей қаласың да. Сондай, сол үшін сұрап отырмын сізден ұстаз. Так, бәрекелді. Егер оны ренжітіп қоймаймын десеңіз, дәл сондай орысша и тебе салам десеңіз. Иә. Тоже салам деп қойсаңыз да жетеді, сәлем десеңіз. Ол ренжімейді да тіпті. Просто өзім ойланып қалдым да сол жерде. Привет десең де ол тіпті ренжитін адам емес. Бір толеранттық туралы бір мысал. Енді ақыры мынау діни жұмсақтық, еркіндік, толеранттық деп жатырмыз ғой. Кейбір иә. Мына халықтың арасында мынандай да сөз бар. Мынау араб құлдар, арабтың сөздерін көп қолданып кеттіңдер, термин сөздер қолданып кеттіңдер дейді. Ол егер ол шынымен ақ мұқтаждықпен, дұрыс пікірмен айтылса, мен қосыламын. Жақсы, иә, термин сөзді тек қана түсінетін адамға айтайық, білім ордасында айтайық. Өйткені термин сөз айтпасақ болмайды. Себебі ол термин сөзді біз қазақша баламасын табу да қиын. Екіншіден, енді ол ондай балама қойылмады бізде әлі. Соның баламалары жоқ. Сол үшін кейбір балама сөздерді амал жоқ терминмен айтуға тура келеді. Ал баламасы барды халық түсінсе, қарапайым сөзбен айтамыз. Бірақ егер енді білім егелерінің арасында болса, ол термин сөз қолданылады. Онда тұрған ұят жоқ, әбестік жоқ. Мысалы айтайық, енді медик келіп өзінің медициналық сөздерін айтса, сіз оған айтпайсыз ғой, сіз неғып латынша сөйлеп кеттіңіз деп айтпайсыз. Енді иә, барынша әйтеуір қазақша сөйлеңізші дейсіз. Сосын айтады ғой, жаңа инфлюенза деп айтпайды, сізге мен тұмау деп айта қояйыншы дейді, мысалы айтайық, қарапайым тілде деп. Дәл сол сияқты егер дін мәселесіндегі термин сөздер баламасы болса, оны қазақи қолданғанда тұрған шариғатта әбестік жоқ. Және керісінше, бізде солдай соны қолданған адамға да жұмсақтық танытсақ екен. Өйткені, иә, кейбіреулер жаңағыдегі машалла немесе иншалла дегенді қолданады. Біреулер соған түрпідей тиеді. Жаңағыдегі сен енді араб болып кеттің деп. Жоқ, олай емес. Оған енді жұмсақтықпенен сен былай айтсаң болмай ма, былай айтсаң болмай ма деп айтсын. Егер ол онысынан қоймаса, енді халық жауын жасаудың қажет жоқ қой. Өйткені тілге жанашырлық болғанмен, мысалы, әлі күнге шейін орысша тастай алмай жүрген сөздеріміз бар. Мысалы, неге енді оларға біз айтпаймыз? Мысалы, иә, орыс болып кеттің бе, осыны қояйықшы деп, тіпті манағындай талап етпейміз, жаңа сен орыс құлсың ба дегендей. Ертең міне ағылшын тіл келе жатыр. Мысалы, Қытай азаматтары көп жұмыс жасап жатыр. Тілімізге Қытай да, ағылшынша да кіреді. Ол өмірдің ақиқаты. Кіргізбеймін деген адам, ол қазір айтатын шығар, бірақ тіл деген тірі зат. Бір қолданбада бір нәрсе кіреді әйтеуір. Мысалы ше, өйткені мысалы Қытайдың мәдениетінде біз білмейміз әлі. Бір Қытайдың азаматы келіп бізге бір әдемі кафе ашып,
сол елдің бір ерекше тағамдарын алып келеді. Ана тағамның аты қытайша аталады. бір түрлі аталады. Бургер жетеді ғой, бургердің. Иә, бургер мысалы. Ал енді сіз барып бір тиіспейсіз ғой, бургерден осы бургер дей бермей, қазақша айтсайшы, нан тоқаш деп не дейміз енді оған? Білмеймін ғой енді оны. Ерсі көрінеді ғой. Дәл сол сияқты бұл түрлі тағамдар кіреді. Бізде двойной стандарт қой. Иә, ол соның атымен. Иә, ол соның атымен жүреді. Оған ешкім ренжіп жатқан жоқ қой, мысалы. Лавашпен кірді. Лаваш деген не ол? Қазақтың сөзі емес. Мысалы, жаңа өзіңіз айтпақшы, лапша, кеспе барап ауысты, бірақ паста кірді. Мысалы, пицца, басқа кірді тағамдар. Киімнің аттары да кірді. Анындай киім, мындай киім, мысалы да. Иә, сондай қазақша қолданып кеттік. Дәл сондықтан онда тұрған не жоқ. Бірақ, егер досыңыздан мысалы сондай бір қатты, иншалла деп, егер ол оның мағынасымен түсініп, дұрыс айтылып атса, мен ойлаймын, өз басым маған қатты тимейді. Ал бірақ енді ол мағынасы жоққа да, барға да бәріне айта берсе, ол өзінің сауатсыздығын ғана білдіреді. Білдіреді. Сауатсыздығын, оны бір белгілі бір уақытта ол соны тастап кетеді. Өйткені бұл какой-то өзінің бір максимализмі ұсталып қалған кез ғой. Шаршайды ғой. Бір күні одан да қояды. Ал дәл сол кезде оған біз толеранттық дегенде тек қана бір жағынан айтпайық, екінші жағынан да айтайық. Яғни, дінді соқырлықпен, фанаттықпен ұстанып қажет емес, ол дұрыс емес. Оның ішінде салт дәстүріміз де болу керек, оның ішінде өзіміздің қазақылық дәмі мен реңі болу керек. Өйткені пайғамбарымыз Меккеден Мединаға көшіп келгенде соны үйретті бірден. Мединалықтардың мынандай дәстүрі бар, соны абайлаңыздар. Мындай жасайтыны бар, соны көңіл бөліңіздер. Оларда нормальный нәрсе, соны қабылда деп бізде оларды меккеліктерге қабылдауды үйретті. Дәл сол сияқты бұл бізге жаңағы пайғамбарымыздың сабағы, бізге қалдырған. Яғни дін түпкі бағыты өзгермейді. Түпкі бағыты Алланың ризалығын тауып, Құдайға махаббат қою. Абай атамыз айтпақшы, сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Алланы сүю, жаңағы Ахмет Яссауи бабамыздың махаббат жаңағы өзінің трактаты сияқты. Ал бірақ сол Ахмет Яссауи бабамыз түрік тілінде дінді насихаттап кетті. Сол үшін түрік халқының ұстазы болып қалды аты. Оған мысалы әлі күнге шейін мен Ахмет Яссауиді жамандаған ислам ғалымын білмеймін. Мысалы, неге бұл түрікше жазды екен? Біздің арабтың терминдеріміз түрікше айтып тастады деген жоқ. Мысалы, намаз деген арабтың сөзі емес қой, парсының сөзі. Бізге намаз болып келді. Арабтың сөзінде ол сала. Бірақ шариғат оны неге өзгерттің деп айтқан жоқ. Өзгертетін тұстарды өзгертіп қолдануда тұрған проблема жоқ. Мысалы, иншалланың орнына Құдай қаласа, Алла қаласа десеңіз, проблема жоқ. Ал енді шариғаттың ішінде өзгермеу керек болған нәрсе бар. Құран оқылуы, ол өзгермейді. Сол күйінде қалады. 5 уақыт намаздың уақыттары дейік, олар өзгермейді. Атаулар өзгере береді. Таңғы намаз дейміз. Ол парсша бамдат, жаңағыдегі арабша фәжір, ағылшынша тағы басқа тілде басқа. Қытай ағайындар өткенде мен бір кісінің намазхан ағайындарды көріп қалдым. Өздерінше басқаша айтады екен намаздардың аттарын. Қытайша айтады екен. Жаңа осындай деп айтады. Сүйсініп қалдым. Жаңағыдегі. Дәл сол сияқты толеранттық екі жақтан болған жақсы. Ең бастысы, орысша айтқанда суть дейді ғой, мағынасы кетіп қалмаса болды да. Мақсаты, мағынасы. Өте дұрыс айтасыз. Өте дұрыс. Ислам дінін дұрыс түсіндіру үшін дін қызметкерлері мен жаңа теологтардың рөлі қандай? Жалпы қалай түсіндіруге жаңа манхажу дауа дей ма? Сол жағынан десем. Өйткені ода көп енді видеоларды көріп жатсыз ғой, ұстаздардан, нелерден. Исламдағы енді жалпы исламмен айналысып жүрген әрбір азамат енді өзінің ісін, өзінің арманын, бағытын білу керек қой енді. Бірақ дегенменен осы толеранттық бүгінгі тақырыпқа сай ол кісілердің қызметі әрине жаңа жоғарыда айтқандай екі жақты дұрыс түсіндірме жасау. Яғни бір жақты жақтап кету емес. Яғни тек қана жаңағыдегі бір адам намазхан болып тек қана намаз оқиды, намазхандарды жақтап, намаздан ұзақ адамдарды жаңа кемістеу емес, және керісінше бір адам өзі намаз оқымайды, мүмкін теолог. Бірақ бұл деген сөз яғни өзінің мүмкін ішкі ауруын, болын
өзінің жұмысын араластырмай әділетті қолдану ғой екеуінде де. Өйткені мысалы намаз оқитын адам мүмкін намаз оқымайтын адамды жек көру мүмкін пенде жағынан, бірақ ол оған ақы бермейді жамандауға, оның хақысы жоқ. Дәл сол сияқты қазіргі кезде кейбір бауырларымыз мысалы намазға қарсы, бірақ сол өзінің намазға қарсылығын жаңағыдегі мұсылмандар жамандауға қолданады. Қызықта енді ол өзінің ішкі бойы басқаша жағынан проявка береді. Бұл деген сөз ол психологиялық ол кісінің науқастығын білдіреді, шын мәнінде психологиялық жағынан жетілмегендігін білдіреді. Адам қазір енді заман психология қолданып кеткен заман болдық. Психология бойынша адам өзінің ішкі бойын, ішкі ауруларын, ішкі бір қисықтығын түзетпей адамзатты сүймейді. Абай атамыз айтпақшы, адамды сүй, Алланың хикметін сез дейді. Осы екеуінен басқа не қызық бар дейді бұл өмірде. Яғни өмірдің бүкіл мәні адамзатты сүю, адам ретінде, яғни толеранттық. Адам ретінде оның құрметі бар. Екіншіден Алланы сүй, оның хикметін сезе берен. Бүкіл әлемнен ары қарай философство дей ма, не дейді? Хикмет іздеп жүре бер, өмірдің барлық хикметін. Ол өзің ізденісте бола бер. Бірақ адамзатқа жалпы бауырым деп оны жақсы көр деген тағы да бір сөзі бар еді, адамзаттың бәрін бауырым де деген мағынада. Сол үшін бұл толеранттықтың түпкі мәні осы қазіргі дін уағызшыларында, теологтарға да осы нәрсе парыз сияқты. Абай атамыздың осы сөзі. Бүкіл адамды сүю керек, сосын Алланың хикметін іздеу керек. Әділ болу керек дейсіз ғой. Әділ болу керек. Мына тағы бір сұрақ, мына ұстаз, мен бір кейде байқап қалам, мына жамағаттардың арасында сол насихат айтасыз ба, немесе менікі дұрыс емес па, білмеймін, түзей саларсыз. Бізде бір фанатизм бар, мысалы бір ұстазды тыңдап сол ұстазға байланып қалу, одан басқа ешкімді көрмеу, сол үшін жаға жыртысуға дейін барады. Осыған өзіңіздің пікіріңізді білдірсеңіз. Иә, бұл өте енді адамның қараңғылығы ғой. Енді бір адамды жақсы көруге ешкім тыйым салмайды. Жақсы көріңіз, қалағаныңызша. Бірақ біздің шариғатымыздың өзінің белгілі бір заңы бар. Кім айтқанына қарама, не дегеніне қара дейді. Біз өзімізде ұстаздар арқылы барынша бөлінбейміз. Ерсін Қарекең, Нұрсұлтан бар, Нұрлан имам бар, басқа бар. Мысалы, кімнің уағызын тыңдаса да, Ерлан Ақатаев болсын тыңда. Бірақ діни проблемалар кезінде бір-бірімізді ескертеміз. Ол оған деген дұшпандығымыз емес. Бұл мойнымыздағы міндет. Яғни дін маманы ретінде ескертесіз. Кешіріңіз, мына жерде мынандай бір әбестік кетіп қалды. Бұл негізі шариғат бойынша жауабы былай бұның деп халық алданып қалмаса екен осы нәрсеге деп пікір айтамыз. Бірақ сол пікір бір-бірінен жаулыққа алып келуі мүмкін кейде. Ол өйткені халықтың біреуге деген қойған махаббатынан да шығады. Бұл өте қате пікір. Себебі біз кім айтқанына қарауымыз керек емес, не дегеніне қарауымыз керек. Яғни айтылған сөздің ақиқатына, айтылған сөздің дұрыстығына қараған абзал. Сол үшін өз басымда мысалы шамам жеткенше жамағат әйтеуір дін бағытындағы дұрыс адам тыңдап жатса проблема жоқ. Өз басым тек қана қуанам. Кейде кейбір ұстаздар мысалы бірге бір жерге жиынға барып қалғанда да уағыз айтып жатқанда мен уағызын тыңдап, қолдап, жаңағыдай отырамыз, ешқандай несі жоқ. Кейбіреулерге осындай бір жерге барып қалсақ та мынандай кісінің ұстазы бар екен десе, уақытым болса бір ұстаздың уағызы болса кіре салам. Ешқандай несі жоқ. Бірақ әйтеуір сол жерде көрініп қалмасам екен деймін. Өйткені анау көрінсем, ана кісі мені сынауға келді деп ойлап қалмасын, немесе халықтың ойын, сосын ойын бұрып жіберем ба, ана пәленшеде келді ғой деп ана кісіден бұрылып былай қарап кетпесін үшін жасырынып отырамын енді барынша. Тек сол жағынан ғана. Яғни бір сұмдығымнан емес жасырынғаным. Ол бәлки ана жердегі әдемі аураға түртпейін деймін да, тиіспейші деймін да. Өйткені ол кісі уағыз айтып жатқаннан кейін бір керемет аура жаратып береді, атмосфера болады. Жұрт үйіп тыңдап отқанда, мысалы айтайық, бір адам кіріп қалса дүбірлеп бұзылып кетеді ғой. Соған мен өз басым әдепсіздік көремін сол нәрсені.
сол үшін жаңағы келген жерге отыра саламын, тыныш, көрінбей кіріп, как рыба дейді ғой, Иә, кинода айтқандай. көрінбей тыныш отырып, тыныш шығып кетемін да жаңағыдай. Иә. Өз басым, барлық ұстаздар осы жаңағыдегі орта бағытта ұстанып жүрген азамат ұстаздардың барлығын тыңдауға шақырамын да. Ұстаз, тағы бір сұрақ. Қазіргі мына дағуатшылар, ұстаздар пайғамбарымыздың алейхиссалату уассаламның әдісінен не үйрену керек, не алу керек, не жетпейді сіздің көзқарасыңыз бойынша? Оны бір ауыз сөзбен былай деп те Құранның аятымен айтсақ та болатын шығар. Алла тағалаға даналықпен шақыр деп айтқан сөзі бар. Кейбір көп уағызшыларымызда кішкентай даналық жетпейді. Яғни халық көтере алатын сөз айтса, халық түсінетін сөз айтса, сосын сөзді кейбір бауырларымыз эмоцияға кетіп қалады. Жаңағы дәл сол жер күшті болып жатқанын сезінеді да, эмоциямен айтып салады. Сосын ертең ол жер басқаша болып шығып қалады, немесе жаңағыдай қатты айтып жібереді, немесе бұрмалап жібереді, ауыр айтып жібереді. Сол үшін енді мен мысал келтіргім келіп отқан жоқ. Өйткені енді бір адамды сынап жатыр болмас үшін. Жалпы да мысал айтайық, енді өте грубый мысал қылып айтайыншы. Мысалы, бір адам уағыз айтып жатып, намаздың енді хикметін, даналығын күшті қылып айтып жүріп, намаз оқымағанның бәрі жамандап тастаса, мысалы, енді ол жерде рухтанып тұр ғой, енді намазды жақсы жеткізгісі келіп тұр, содан айырылмаңдар, кет қалмаңдар деп айтайын деп тұрып, анда барсаң жамансың деп айтып тастады да. Бұл эмоцияға берілгендік қой. Бұл жерде жаңа жоғарыда айтқан әділеттік керек, екі жағында ашық айту керек. Өйткені мынауың абзал, мен саған тура жол көрсетушімін, мынандай жерлерден сен плюс табасың, мынандай жерлерден сен минус табасың, егер оқымай қалсаң деп таңдауды бірақ адамның өзіне қалдыру керек. Даналықпен деген сол әр халықтың өзіне жетерлі ақылымен, мысалы дейік, дәрігерлердің алдында дәрігерлерге түсінетін сөздерге қосыңқырап, олардың тақырыбына қосыңқырап деген сияқты әркімге өзінің даналығын жеткізген жақсы. Кейбір уағызшыларымыз шынымен уағыз айтқанда осы жерінде кетеді. Сол үшін жалпы дін жағынан пайғамбарымыздың толеранттық, яғни жағында айтқанда, осы кісінің құрметі, әрбір адамның адамилығын біз ұмытпасақ екен. Ол бірінші орында оның адамдық құрметі болады. Лақат каррама Аллаху ибн Адам. Жетеді ғой да. Ол бүкіл адамдарға айтылған. Фил барри уәл бахр деп айтады. Тіпті суда да, құрлықта да біз оны ұлық қылып қойдық деп айтқан сөзі бар. Бұл жерде христиан, мұсылман деген емес, бүкіл адамзат. Бірінші орында адамилық хақысы бар. Бәрекелді. Ұстаз, енді бұл тақырыптан мен өзім сізден сұрағым келіп жүреді. Сіз қазір өзіңіздің медресеңіз бар. Ол колледж деп айта аламын ба? Медресе. Құран жаттау орталығы. Мен былай түсіндім да, бір медресе бәрін оқытатын колледж секілді деп. Ал емес та. Онда мына сұрағым қате бола ма? Бірақ қойып кетейінші. Келіспей ма деген ғой. Мен бізге былай қойғым келген, мысалы, алаштықтар бәрі медресе көрген. Сіздің медресеңізден жалпы неңіз қандай деген ғой, стилистикасы қандай адамдар шығады? Сіз барлық медресе сияқты ма, барлық Құран жаттайтын, енді осы жерде барлық Құран жаттайтын медреселер сияқты ма деп өзіңіздің бір фишкаңыз бар ма деген ғой? Енді бізде біріншіден енді өте бір профильді мекемеміз, яғни андай дінді жан-жақты кең түсіндіруге бізде уақыт болмайды. Сол үшін біз дін негіздері туралы өте қысқа баяндамалар, қысқа лекциялар қойып қоямыз, тек қана болды. Негізгі баптарды. Жалпы бізде Құран жаттаймыз. Енді күл нәрсеміз узкий профильный. Сол үшін біз енді андай кең қылып не қылып бере алмаймыз. Бірақ мынандай сөз де бар енді. Балаңа Құран үйрет, қалған өзі үйренеді деген. Сол бірінші орында сол Құранға деген құрметін, махаббатын асырып, сол Құран жаттатамыз. Ұлдарымызға, қыздарымызға. Ерлан сіз айтатын еді ғой, Құран болды деп, Құран бәрін шешеді деп, шынында Құранға байланыңдар деген. Осының өзі жетеді ғой, сіздің
жауабыңызды түсіндім. Соңғы сұрақ. Ұстаз, сізге соңғы сұрақ. Бұл енді біздің жалпы ашқан сияқтымыз, иә, енді ол отыра беретін де уақыт жоқ қой. Барымызша түсіндіруге тырыстық деп ойлаймын сізден, сіз жақтан. Соңғы сұрақ, біз енді бұл дәстүрлі сұрақ. Мен бағдарламаның соңында соны қоям. Сіз үшін пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям кім? Енді бұның жауабы өте кең. Философия жағынан да айта аламын. Бір қысқа. Өте қысқа ауызбен айтсақ, кумир десе болатын шығар. Алла разы болсын. Осымен біздің подкаст тамам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.